Жүректегі мұз 101-ші бөлімі бүгінгі бөлімі өте қызықты эпизодқа толы болады. Жананның ақшасын ұрлаған Халил мен Хикмет бір қонақ үйде тығылып ас ішіп отыр. Осы кезде білеті Хикметтің Халилден аяғы ауыр екен, бірақ әзірге білдіртпеді. Пирожки жеп отырып, лоқсыған кейіп танытты. Ал мұнда Мелек інісі Сыңары Нұқтың ауруы туралы барлығы ауруханада сөйлесіп жатыр. Нұқ қатерлі ісікке шалдыққан. Оның емі бар ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Барлығы Нұқты уайымдап Нұқтың қасында сабыр шақырып, бүгін мен қонамын, сендер қайта беріңдер, ертең тағы да келеміз деп барлығы әңгімелесіп жатыр. Осы кезде Сумру да ұлының қасына келді. Нұқ кешірім сұрап жатыр. Сумру өзінің үйіне келгенде артынан таксинде еріп келді. Бұрын ренжіткені бар. Сумру, тоқташы, саған соңғы рет айтарым бар дейді. Осы кезде Сумру тоқтады. Және қасына келген кезде мен сені бұрыннан бері сүйемін. Сен маған сүюді үйреттің. Тіпті сен менің қасымда жүрсең де саған жақындай алмаймын. Нұқ тәуір болған кезде, емнен жазылған кезде мен сенің көзіңнен түспеймін деп жылап, тіпті Сумруды қатты сүйетін айтқан таксин көзіне жас алды. Осы кезде Сумру, тоқташы таксин, мен сені кешірдім деп екеуі сағызға таласып қалады. Бақытты жұптар, мен үшін өте керемет. Сіздер қалай ойлайсыздар? Таксин мен Сумру жараса ма? Ал мұнда Халил мен Хикмет ұйықтап жатыр. Бірақ әдеттегідей Хикметтің сұмдығы арамдығы таусылмады. Ақырын ғана оянып, бетін жуып, кешір Халил деп ақшасын алып қашып бара жатты. Бірақ Халил де осал емес. Бірден светті жағып, Хикмет, қайда барасың? Неге кетіп барасың деді. Ал мұнда Асад Эсмадан кешірім сұрап жүр. Эсма болса, мен сені кешірмедім. Сен менен емес, сен өзіңнің бауырларымен ғана татуластың. Мен сенімен әлі де татуласуға дайын емеспін дейді. Себебі Асад Эсмаға көрсетпеген қалмаған. Не дерін білмеген, тіпті қалай ақталарын білмеген Хикмет екеуі бір-біріне Халилге қарап отыр. Жананан ұрлаған ақшасын екеуі де бір-біріне сенімсіздікпен қарап отыр. Ал мұнда Нұқ пен Сибелай бір-біріне қашықтық көзбен қарап, екеуі құшақтасып, ендігі алдағы болашақта не боларын білмей, аурухана төсегінде ұйықтап кетті. Халил мен Хикмет ақшаның үстіне ақша толы сөмкеге аяқтарын қойып ұйықтап кеткен. Бірінші Халил тұрды, ақырын ғана аяғымен ақшаны тартып әлек болып еді. Хикметтің аяғы жерге тарс етіп құлап, оянып кетті. Осы кезде мен жаңа ғана тұрдым деп алдағандай кейіп танытты, ақшалары ортасында. Ал мұнда Мелек ағасының емі бола ма болмай ма деп уайымдап барлығы ауруханаға қайта келді. Бірақ таксин мен Джихан ең білікті деген Германиядан ағылшын тілінде сөйлесетін дәрігерді әкелді. Екі дәрігер Нұқтың денсаулығына сараптама жасап, анализ жасап қарап жатыр. Осыдан кейін қаншалықты бұл қауіптілігі немесе емі бар жоғын айтылатын болды. Ал Халил болса ақшасын осы бір жеке жайда жер астында жертөлеге қойып, енді кілтін осы жертөлеге құлыптап жатыр. Екеуінде екі құлып, біреуінде білмейді, екіншісі әркім өзіне осылай сенімділік болу үшін екеуі де осы жерге ақшасын құлыптап қойып қойды. Қарама, сен қарама деп бір-біріне айтып қояды. Менің кілтімді қарама деп. Бонами өзінің шотындағы ақшаның түспегені және өспегеніне таңғалып телефонына қарайды. Сөйтсе телефондағы программасы өшіріп қалыпты. Қайтадан программасын тартып алған кезде шотында ешқандай ақша жоғын көріп ашуланып кетті. Дереу банкке звондап, алло, менің ақшаларым қайда? 5 миллион ақшам бар еді, 500 миллион ақшам бар еді, бірақ жоқ дейді. Ал мұнда профессор Нұқтың барлық туыстарын жинап алып,
ұнықтың басындағы ісіктің қаншалықты қауіптілігін және емделіп кетуге болатынын айтып жатыр. Егер операцияға келіссе, аман қалмауы да мүмкін дейді. Сумру қайғырып отыр. Нұх та қайғырып, бір өлім мен өлімнің арасында отқан күйде кешіп отыр. Мелек қатты уайымдап отыр. Ол сыңарының енді қайтып көретінін көрмейтін. Ал мұнда Жанан жылап жатыр. Өйткені өзінің алданып қалғанын енді ғана сезінді. Телефонмен Халелге қайта-қайта шықса да ешқандай хабар алмады. Оңбаған Халел тезірек телефонды алшы деп жылап отқан кезде күйеуі Бунями кіріп келеді. Жанан, сен мені алдадың. Сен мені неге алдадың? Ақшам қайда? Ақшамды тауып бер деп жағасынан алды. Жанан қаншақты ақталса да білмейді. Бунями ашуланып, мен сенімен ажырасам. Тез киімдеріңді алда кет, көзіме көрінбе деп қатты ашуланып айтты. Жанан жылап қалды. Мен алдаған жоқпын, шын айтам. Қор деп ашты. 40% доллармен дегеннен кейін аштым дейді. Ал мұнда Жиханның досы және Жиханға өлердей ғашық қыз үйіне келіп көңіл айтып кетті. Бірақ барлық жақтырмады, әсіресе Харика. Сен неге келдің? Сен кімсің? Сені ешкім танымайды. Жиханға көңіл айтатын болсаң, көңілін сұрайтын болсаң, тез кет, сыйлығыңды тастап кет деп айқайлап мазақтап қуып жіберді. Ал Жанан мұнда жылап жатыр. Енді қайтпекпін, енді не болады? Мен қалай ажырасам? Ажырасуға болмайды маған. Ақшаны қайдан табам? Қалай алдандым екен деп жылап жатыр. Осы кезде Бунями күйеуі қасына келіп, әлгі иттің нөмерін бер маған. Мен онымен өзім сөйлесем дейді. Осы кезде Бунями Халелдің фотосын алып, барлық жерден сұрап жатыр. Осы итті маған тауып беріңдер. Ол мені ақшамен алдап кетті дейді. Ал мұнда Таксиннің арманы орындалды. Таксин енді Шансалан әулетінің барлық жеке жайы, қонақ үйі барлығы Таксиннің атынан өтті. Жалғасы бар.